сіздермен. Зерттеу тақырыбым тау жыныстарында кездесетін рудаларда алтын мен күмістің кездесуі. Зерттеген мен Нүсіп Ерасыл, жетекшім Айгерім Серікқызы. Зерттеу мақсатым тау жыныстарында өте сирек кездесетін алтын рудасын зерттеп, алтын және күміс кездесетінін анықтау. Ғылыми жаңалығым тау жыныстарында кездесетін рудада алтын қоспасы немесе күміс өте аз мөлшерде кездесетіні анықталды. Одан алынған алтын күміс кішкентай жәндік шіркейдің көлемімен бірдей болуы мүмкін. Тау жыныстарында көптеген бағалы тастар бар. Қазақстан жерінде асыл тастар мен түсті минералдардың 500-ге жуық кен орны анықталған. Бағалы тастардың барлығы қолмен табылады. Кейбіреуінің бағасы миллион, миллиард болғанымен кейбіреуінікін есептеу мүмкін емес, баға жетпейді. Бұл минераль тасы, некей, нефрит тасы, міне турмалин тасы, некей, тау хрусталі, не және де кен руда, некей. Бұл тау жыныстарында кездесетін бағалы тастардың түрлері. Әлемде неше түрлі бағалы тас болғанымен алтынның орны бөлек дүние. Адамзат өзінің бүкіл тарихында алтынды бағалы металл ретінде қолданып келеді. Ең алғаш металлдардың бірі де дәл осы алтын болған екен. Химия саласында алтын ауыз символымен белгіленген. Латын тілінде аударғанда ауру, жарқын, рауан, таңғы шапақ деген мағынаны береді. Менделеев кестесіндегі барлық элемент ішінде алтын ғана ақшаның орнында жүрген. Алтын жұмсақ, созылғыш металл. Ол электр тоғымен жылуды өзіне жақсы өткізеді. Алтын 1064,18 температурада балқиды. Сондай-ақ ол таттанбайды. Бір қызығы адам ағзасында алтын шамамен 0,2 мг алтын бар. Әсіресе қан құрамында басым болады. Алтын күмісті осы тастардың ішіндегі күміс алтынды осы рудан кездестіруге болады. Кен руда бұл әртүрлі металдардан өндірілетін минерал. Табиғатта екі түрі бар, қара және түрлі түсті. Сондай-ақ ол бағалы металдарға кіреді: күміс, алтын, платина. Жердің барлық құрылғыларынан алтын кені табылған, алайда осыған қарамастан сирек металл болып келеді. Кенді зерттеген кезде химия маманы мен зергермен жұмыс жасадым. Мынау менің тәжірибелерім, көріңіздер. Кенді зерттеген кезде мен оның ауырлығына, салмағына, құрамына, қаттылығына назар аудардым. Алтынды немесе күмісті тазарту үшін де, оны бөлу үшін де уақыт пен құрал-жабдықтар қажет. Оны алтын өндіретін зауыт, фабрикалар ғана өңдеп шығара алады. Көбіне рудан алтынды химиялық қоспалар арқылы шығарады. Менің зерттеу құралдарым дәріханада сатылатын йод және де спирт. Осы екеуін қосып араластырамыз. Бірінші бізге йод пен спирт қажет. Екеуін құямызда араластырып жылытып аламыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ал енді фарфор ыдысына руданың ұсақталған түрін құямыз. Осы фарфор ыдысына сұйықтығымызды құямыз. Бір тамшыдан. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Тастан бөлініп, күміс шығып жатыр. Мінекей, өздеріңіз қарасаңыздар, тастан күміс бөлініп шықты. Мінекей. Қорытынды, тау жыныстарында кездесетін рудада алтын мен күмістің болуы мүмкін деген болжамға келдім. Зерттеу жұмысымды 2020 жылы бастадым. Осы күнделіктің ішінде менің зерттеу жұмыстарым жазылған.